Бүгін сіздермен балапандарымның тіпті өзіміздің де сүйікті асымыз сұр күрішті жасайтын боламыз. Дәмі өте керемет болып шығады. Алдымен таза ыдысымызға, асты жабыспайтын жақсы ыдысымызға 1 литр сүтімізді құйып, шым-шым тұз және 3 ас қасық қантымызды саламыз. Сүтіміз піскенше күрішті жуып тазалап дайындаймыз. 140 грамм күріш жеткілікті. Сүтіміз пісуге жақын қалғанда күрішімізді салып, тоқтамай қозғап тұрамыз. Біркелкі қайнағанша. Біркелкі қайнаған соң демалдырып қозғайтын боламыз. Мінекей біздің кашамыз қойылына бастады. Қойылына бастаған кезде түбі жабыс қалмас үшін тез-тез қозғап тұрамыз. Сұр күрішті пісіргенде мүлдем су қоспаймыз, тек сүттің өзіне ғана пісіретін боламыз, сонда өте дәмді болып шығады. Кашамыз қатты қою болып кетпей тұрғанда, осы видеодағыдай қалыпқа келген кезінде оттан алып, бетіне сары май салып, қақпағын жауып 5 минутқа қалдырамыз. 5 минуттан кейін ашып, жақсылап араластырамыз. Мінекей кашамыз жаңағыдан да сәл қоюланды, енді ыдысымызға салып, балаларыңызға солай ұсына бересіздер. Ас болсын.